Келесі 3-те екінші есептің біріншісін шығарайық. АН тен 2-нің n-ші дәрежесі қосылған 2-нің n-ші дәрежесінен 1. Енді бірінші мүшесін табу үшін бір санын қояйық. 2-нің бірінші дәрежесі қосылған 2-нің бірінші дәрежесі 1. Тең, сонда 2-ге тең қосылған 2-нің бірінші дәрежесі 2-ге тең 1. Сонда 2,2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі екінші мүшесін табу үшін 2 санын қоямыз. А-ның екінші дәрежесі, А-ның емес, 2-нің екінші дәрежесі болады. 2-нің екінші дәрежесі қосылған 2-нің екінші дәрежесінен 1. Сонда 2-нің екінші дәрежесі 4-ге тең қосылған 4-тен 1. Сонда 4,4-тен 1-ге тең екен. Келесі А-ның үшінші мүшесін табу үшін 2-нің үшінші мүшесі қосылған 2-нің үшінші мүшесінен 1. 2-нің мүшесі, үшінші мүшесі ол бізде 8-ге тең болады. Қосылған 8-ден 1. Сонда 8,8-ден 1-ге тең екен. А-ның төртінші мүшесі. 2-нің төртінші мүшесі қосылған 2-нің төртінші мүшесінен 1. Сонда 2-нің төртінші мүшесі бізде 16-ға тең. 16 қосылған 16-дан 1. Сонда 16,16-дан 1-ге тең болады. Келесі А-ның бесінші мүшесі. 2-нің бесінші мүшесі қосылған 2-нің бесінші мүшесіден 1. Сонда 2-нің бесінші мүшесі бізде 32-ге тең. 32 қосылған 32-ден 1. Сонда 32,32-ден 1-ге тең екен. Келесі екіншісі xn тең 3n-нің квадраты қосылған 2n қосылған 1. Так, n-нің орнына бір сан қойып жазамыз. Соңында x-тің бірінші дәрежесі, соңында 3 көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 2 көбейтілген 1 қосылған 1 тең. Так, 1-ге тең 3-тің өзі болады. 3 қосылған 2 қосылған 1 нәтижесі тең болады екен 6-ға. Келесі екінші мүшесіне 2 санын қоямыз. 3 көбейтілген 2-нің екінші дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 2 қосылған 1 тең. Так, 4 болады. 3-ке көбейтетін болсақ 12 болады. 12 қосылған 4 қосылған 1 нәтижесі 17-ге тең екен. Келесі x-тің үшінші мүшесі. 3 көбейтілген 3-тің екінші дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 2 болу керек, жарайды мейлі. 2 көбейтілген 3-те орын ауысып кетті, қосылған 1 тең. Сонда 9-ға тең болады. 3-ке көбейтсең 27 қосылған 6 қосылған 1 нәтижесі 34-ге тең болады. Келесі x-тің 4-ші дәрежесі 3 көбейтілген 4-тің екінші дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 4 қосылған 1 тең. Так, 16-ны 3-ке көбейтетін болсақ 48 қосылған 8 қосылған 1 нәтижесі 57-ге тең болады. Келесі x-тің 5-ші мүшесін табу үшін n санына 5-ті қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 5-тің екінші дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 5 қосылған 1 тең. Так, 25-ті 3-ке көбейтсең 75-ке тең болады. 75 қосылған 10 қосылған 1. Так, 85 86-ға тең екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі үшіншісі бізде мысалда көрсетіліп болған. 4-шісін шығарамын. Sn тең 2n азайтылған 1, 2n қосылған 3. Бірінші мүшесін табу үшін n-нің орнына бір санын қоямын. 2 көбейтілген 1 азайтылған 1, бөлшектің бөлімінде 2 көбейтілген 1 қосылған 3 тең. 2
қоссақ 5 болады. Алымында 2 азайтсақ 1 болады. Яғни 5-тен 1-ге тең болады екен. Келесі S-тің екінші мүшесі. 2 көбейтілген 2 азайтылған 1, 2 көбейтілген 2 қосылған 3 тең 4, 7. 4, 3. 4-тен 3-ке тең болады екен. 7-тен 3-ке деген. Келесі үшінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 3-ті қоямыз. 2 көбейтілген 3 азайтылған 1, 2 көбейтілген 3 қосылған 3 тең. Так, 6, 9, 6, 5. 9-дан 5-ке тең болады екен. Келесі төртінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 4-ті қоямыз. 2 көбейтілген 4 азайтылған 1, 2 көбейтілген 4 қосылған 3 тең. Так, 8, 11, 8 болатын болса 7. 11-ден 7-ге тең екен. S5 тең. 2 көбейтілген 5 азайтылған 1, 2 көбейтілген 5 қосылған 3 тең. 13, 9. 13-тен 9-ға тең болады екен. Келесі 5-ші есепте n-нің орнына түбірасы 2-ні қоямыз. Сонда n2-нің орнына 2 түбірасы 2-ні қоямыз. Дәл солай 3-еуін қоясын, 4-еуін, 5-еуін қойып есептейді екенбіз. Келесі 6-шысы y-тің бірінші мүшесі 2-ден 1-ге тең болады. Ал екінші мүшесі бірінші мүшесіне қосамыз 2-нің n-ші дәрежесінен 1, яғни 2-нің екінші дәрежесі болады. Сонда 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. Ортақ бөлім береміз 2 саннан, онда 4-тен 3-ке тең болады екен. Енді y-тің үшінші мүшесін табу үшін бірінші және екінші мүшесі қосамыз 2-нің үшінші мүшесі. Сонда 2-нің үшінші мүшесі 8-ден 1-ге тең, ортақ бөлім бердік 8-ден 7-ге тең екен. Дәл солай y-тің төртінші мүшесін табу үшін бірінші, екінші, үшінші мүшесін тауып аламыз, қосамыз және 2-нің төртінші мүшесін аламыз. Ол бізде 16-ға тең болады. Ортақ бөлім берсек 16-дан 15-ге тең екен. Келесі y-тің бесінші мүшесі. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші мүшесін қосып аламыз және бесінші мүшесі, яғни 2-нің бесінші дәрежесінен 1. Ол 32-ден 1-ге тең болады. Бәрін қосқаны кездегі нәтиже 32-ден 31-ге тең екен. Келесі 7-шісін шығарайық. X-тің n-ші дәрежесі тең n қосылған 1 азайтылған n. n-нің орнына бір сан қойып жасайық. Яғни x-тің бірінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 1-ді қоямыз. 1 қосылған 1 азайтылған түбірасты 1. Сонда түбірасты 2 азайтылған түбірасты 1. Келесі екіншісін шығарайық. 2 қосылған 1 азайтылған түбірасты 2 тең. Түбірасты 3 азайтылған түбірасты 2-ге тең екен. Келесі үшінші мүшесін табу үшін n-нің орнына 3-ті қоямыз. 3 қосылған 1 азайтылған түбірасты 3 тең. Түбірасты 4 азайтылған түбірасты 3 тең. 2 азайтылған түбірасты 3. Келесі төртінші мүшесіден 4 қосылған 1 азайтылған түбірасты 4 тең. Сонда түбірасты 5 азайтылған 2-ге тең екен. Түбірасты 4-тен 2 шығады бізде. Келесі 5-ші мүшесін табу үшін 5 қосылған 1 азайтылған түбірасты 5. Сонда түбірасты 6 азайтылған түбірасты 5. Келесі 8-шісін шығарайық. dn тең 2 минус 1-дің n-ші дәрежесі қосылған 2. Так, бірінші мүшесін табу үшін 1-ді қоямыз. d1 тең 2 минус 1-дің бірінші дәрежесі қосылған 2 тең. Минус 1-дің бірінші дәрежесі минус 1-ге тең. 2-ні минус 1-ге бөлетін болсақ, сонда минус 2-ге тең. Қосылған 2 тең болады бізде 0-ге.
Келесі екінші мүшесі d2 тең 2 минус 1-дің екінші дәрежесі қосылған 2 тең минус 1-дің екінші дәрежесі 1-ге тең. 2-ні 1-ге бөлетін болсақ, 2 қосылған 2 тең болады бізде 4-ге. Келесі d үшінші мүшесі, яғни бұл үшіншісі деп жатайын, тең 2 бөлінген минус 1-дің үшінші дәрежесі қосылған 2 тең. Так, минус 1-ге тең, минус 2 қосылған 2 тең болады 0-ге. Келесі төртіншісі d4 тең 2 минус 1-дің төртінші дәрежесі. Сонда минус 1-ге тең болады, бөлсек 2, 2-ні қосамыз 2-ге тең болады екен 4-ге. Келесі бесінші мүшесін табу үшін d-ның бесінші мүшесі 2 минус 1-дің бесінші мүшесі қосылған 2 еді, мына жерде қосылған 2 қалып кеткен. Қосылған 2 тең, сонда 2 бөлінген минус 1 болады, сонда минус 2 қосылған 2 тең болады екен 0-ге. Яғни бізде қайталанып тұр.